Баршаңызға сәлем. Пекин қырыққабатынан пайдалы әрі оңай салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші Пекин қырыққабатының 4-тен 1 бөлігін алып, оның қатты жерлерін алып тастаймыз да. Жұмсақтау жерлерін ірі-ірі етіп, ұзынша етіп, турап аламыз. Қатты майда етудің қажеті жоқ. Осылай видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін алдын ала дайындалған, тұздалып, қайнатылған тауық етін осылай сүйектерінен ажыратып, оны да ірі-ірі етіп, ұзынша етіп, қолмен ажыратсаңыздар да болады, пышақпен турасаңыздар да болады. Жалпы тым майда етудің қажеті жоқ. Бұны да осылай ұзынша етіп бөліп аламыз. Енді алдын ала қайнатылған жұмыртқамызды да осылай 4 бөлікке бөліп саламыз. Консервадағы жүгерімізді, консервадағы осылай қиярымызды салып, чесногымызды теркадан өткеріп, осылай майонезді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салып, дәміне қарай тұз салсаңыздар болады. Мен азырақ себелеп салдым. Енді араластырған кезде де осылай қатты мыжымай, жеңіл түрде осылай араластырып аламыз да, тәрелкелерге салып бөліп шығамыз. Менде осылай 3 тәрелке шықты. Осылай жасалу жолы оңай, қонақ күткенде де ұялмай алдына қоя беретін салаттардың түрі. Одан бөлек отбасыңызға арасында дайындап беріп тұрсаңыз, бұл өте пайдалы әрі жеңіл дайын болатын салаттың түрі. Ас болсын, сау болыңыздар. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.